тыныштығын таңдадың дүймелдің. Еңбегіңіз ұмытылмас ешқашанда, есіміңіз құрметті азамат тақтасында. Жеңіс күнмен шын жүректен құттықтаймын, 50 жылдық тоймен тұстас келген май айында деп. Келесі қатынасушымыз Үшқұдық қаласының құрметті азаматы, ауған соғысының майдангері, Үшқұдық қаласы ауған соғысы ардагерлер кеңесінің төрағасы, көкірек толы бірнеше медаль ордендердің иегері, есімі құрмет тақтасында ілулі 50 жылдықтың ұйымдастырушысы Төлетов Сейтқазы Нұрғазыұлы алдарыңызда. Шуақ шашқан күнім дейсің, өмірдің қуат көзі өзің деймін. Гүлжамиға апа, көремін жүзіңізден ақ жарқын кемеңгерлік мейірімділік. Гүлжамиға апа, аман болып ортамызда, қуаныш көп болсын әрбір таңыңызда. Ұрпақ өсіп бақытыңыз арта берсін, қадіріңіз бектесін ел арасында деп. Теміртау қаласынан келіп тұрған 5 баланың 20 немеренің анасы Бекмұратова Гүлжамиға қарағымайымызға. Шаруагер Мұрсаев Балтабайды, жолды гүлдей жары бар салиқалы, өсіріп ұлмен қызды тәрбиелі, өнегелі отбасы атанғанды. Балтабай ата еңбекпенен танылған, халық үшін маңдай тері тамған жан, абыройы асқақ болып әрдайым, атын қалсын аңыз болып жаңғырған. Үздік шаруагер көкірек бекісінің егері, 30 жыл мал баққан Майталман Жұпан, 4 баладан 9 немере сүйген ауылдың құрметті азаматы